Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі восточный пахлава жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды осылай салып, екеуін бірге араластырамыз. Сары маймен онда илеудің қажеті жоқ. Мұнда біз крошка деңгейіне дейін жеткізсек болғаны. Бұл пахлава бізде өте дәмді, бір көргеннен ғашық боласыздар сіздер. Крошка деңгейіне жеткеннен кейін ас содасын немесе разрыхителіңізді салып араластырасыз. Одан соң қаймағыңызды және жұмыртқаның сарысын саламыз. Жұмыртқаның ағын тастамаңыз, алып қойыңыз, қазір начинкасына қосасыз. Одан соң әдемілеп қамыр илейміз. Қамыры сондай жұмсақ, жағымды болып шығады бұл пахлаваның. Осылай қамырды илеп болғаннан кейін бір күлше қойып, 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Одан соң начинканы дайындаймыз. Жаңғағымызды майдалап, жұмыртқаның ағын салып, және үстіне қантты салып, осы 3 қоспаны әдемілеп араластырып аласыздар. 3 қоспаны араластырғаннан кейін міне бізде осындай начинка шықты. Бұны бір орынға алып қоямыз. Одан соң тұрған қамырымызды 1 сағат тұрған осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөлікке бөліп, күлшелеп қойып қоямыз. Осылай 4 бөлік, әр бөлігін бөлек-бөлек жаямыз. Ұнға қорықпай ауната беріңіздер, бұл қамыр ұннан қорықпайды. Міне осылай әдемілеп жаямыз. Табаңызға сай жайыңыз. Егер табаңыз кішкентай болса кішкентай қылып, үлкен болса үлкен қылып. Осылай жайғаннан кейін қалыңдығы шамамен 1-2 сантиметр болу тиіс. Осылай барлық табаңыздың барлық деңгейіне жеткізсеңіз де болады. Егер сізге кішкентай болса, табаңыз бола берсін. Қамырыңыз өте жақсы піседі. Қорықпаңыз. Менде табам осындай үлкен болғандықтан, мен үйімде адам көп болғандықтан, осылай барлық табаның деңгейіне жағып шықтым. Одан соң начинкамызды салып, барлық қамырға жағып шығасыз, салып шығасыз, я жайып. Оның үстіне келесі күлшеңізді жайып саласыз. Мұнда басты міндетіңіз сіздің 2 күлшенің арасын жиегін осылай басып жауып шығуыңыз қажет. Себебі пісіп жатқан кезде қант еріп, жан-жағынан ақып кетуі мүмкін. Одан соң келесі начинкамызды саламыз, 2-ші күлшенің үстіне жайып болып, 3-ші күлшемізді жабамыз бетіне. Начинкаңызды есептеңіз, 3 бөлікке теңдей жететіндей қылып. Осылай барлық күлшемізді жапқаннан кейін ең соңғы күлшеңізді үлкенірек алып қалуға тырысыңыз. Себебі барлық пахлаваның бетін түгелдей жауып тұру керек, бетіндегі күлше. Бәрін болғаннан кейін осылай жиегін әдемілеп бірін үстіне бірін жайып көріп шығасыздар. Бұл міндетті, себебі жан-жағынан еріген қантымыз ағып кетуі мүмкін. Ол кезде әдемі көрінбей қалады, екіншіден әдемілік үшін. Осылай өріп болғаннан кейін үстін ромбик қылып кесіп шығасыздар. Өзіңізге қалай ыңғайлы, бірінші диагональдан, потом горизонтально істесеңіз болады, немесе бірінші горизонтально кесіп, одан кейін диагональды кессеңіз болады. Басты осылай ромбик болса болғаны. Одан кейін жұмыртқаның ағын бетіне полный жағып шығып түгелдей, үстіне греческий орехтарымыздың осындай жарты бүтінін қойып шығамыз. Пахлавамызды 180 градуста жарты сағат беті қып-қызыл болып қызарғанша пісіреміз. Міне осындай деңгейге дейін. Пахлавамыз дайын. Бұл өте дәмді, сочный болып шығатын рецепт бізде. Бар болғаны сіздің 20 ғана минутыңызды алады. Ас болсын.